Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының жоспарына сәйкес, біз адал елдің ұрпағымыз тақырыбы бойынша 2 сыныптың әдебиеттегі оқу пәнінен Міржақып Дулатовтың байлық әңгімесін назарларыңызға ұсынамыз. Сабақты жүргізетін Қосжанова Тұрсынкүл Төлепқызы. Сәлеметсің бе балақай, көңіл күйің қалай? Менімен бірге әдебиеттегі оқу пәнін бастауға дайынсың ба? Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты әр уақытта адал болу. Нағыз байлық дегеніміз не екенін түсіну. Адалдық арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жайлы әңгімелейтін боламыз. Біздің достарымыз ақылды Мерей мен Арманшыл Әлидің жолдан не тауып алғанын қарашы. Олар иесі жоқ әмиянды көрді. Арманшыл Әли: «Мұның іші толы ақша болар», деді. Мерей: «Әмиянды ашуға біреудің затын рұқсатсыз алуға болмайды. Бізге ата-анамыз адал бол деп үйреткен жоқ па?» дейді. Әли ұялып кешірім сұрады. «Егер сен де көшеде иесіз нәрсе көрсең, ашпа. Балақай, иесі табылмай жатса, табылған заттар бюросына тапсыру керек». Бұл Мерейге ой салды. Ол сені байлық туралы ой бөлісуге шақырады. Ол саған бірнеше суреттер ұсынады. Сен осы суреттерді 2 топқа бөліп, топтастыра аласың ба? Әрине, ол сенің қолыңнан келеді. Алдымен суреттегі нәрселердің атауын менімен бірге атап шыға қой. Үй, қол, машина, көз, ақша, аяқ. Енді осы заттарды ортақ белгілеріне қарай отырып 2 топқа бөле қой. Саған ойлануға уақыт берейік. Жарайсың балақай, сенің дұрыс жауап бергеніңе сенімдімін. Енді өз жауабыңды экрандағы жауаппен салыстыра қой. Мінекей біз суреттерді топтарға жинақтадық. Сен бірінші топтан әдемі үйді, қымбат көлікті, мол ақшаны көріп тұрсың. Бұл үшеуін бір сөзбен қалай атаймыз? Дұрыс, байлық. Ал екінші топқа адамның дене мүшелері орналастырылған. Сенің ойыңша оларды байлыққа жатқызуға бола ма? Бұл сұраққа жауап табу үшін Міржақып Дулатовтың байлық деген әңгімесін тыңдайық. Мүмкін содан кейін жауап беру оңай болатын шығар. Байлық. Міржақып Дулатов. Бір жарлы жігіт жас күнінде өзін оқытқан ұстазымен жолығып, өзінің бұл күнде кедей екенін айтып, мұңын шағады. Онымен бірге оқыған серіктерінің көбі бай болып, кейбіреулері жұртқа қадірлі кісі болып кеткенде, өзінің әрқашан көрген күні жоқшылық екенін айтады. «Қалайша сен өзің айтқандай кедейсің?» дейді ұстазы. «Сенің денің сау, қол-аяғың аман, жұмысқа жарарлықсың», деп шәкіртінің оң қолын көрсетіп сұрайды. «Сен мұна қолыңды 1000 сомға кестіруге рұқсат етер ме едің?» «Құдай сақтасын, 10.000 сомға да кестірмеспін», дейді жігіт. «Қаншаға берер едің? Жарық дүниені көретұғын қырағы көздеріңді, сақ құлақтарыңды, мықты аяқтарыңды», дейді ұстаз. «Мен бұларды дүниенің малына айырбастамас едім», дейді шәкірт. Сонда ұстаз шәкіртке: «Қалайша енді осынша байлыққа ие бола тұрып, жарлымын дейсің?» депті. Балақай, саған әңгіме ұнаған болар? Өте мағыналы әңгіме, маған да ұнады. Осы тамаша мәтіннің авторы Міржақып Дулатов атамыз екен. Атамыздың шығармаларымен бұрыннан таныспыз, өмірбаянын білеміз. Менімен бірге қайталап есіңе түсіре қой. Міржақып Дулатұлы 1885 жылы 25 қарашада қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Қызбел ауылында дүниеге келген. Ол қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз шебері. Оның әңгімелері мен өлеңдері отан, адамгершілік, әдептілік, адалдық туралы жазылған.
Біздің досымыз Әли мәтін бойынша тапсырмалар дайындаған екен. Көзіңмен көрген, құлағыңмен естіген, санаңа қабылдаған ойларыңмен бөліс. Әр қадамды сәтті аттап, алтын теңгелер ұтып ал. Әлидің тапсырмасы ойын түрінде. Ойын қадам басу деп аталады. Сен адамның табандарын көріп тұрсың. Әр табанға тапсырма жасырылған. Мұқият бол. Бірінші қадамның тапсырмасы. Жарлы жігіт сөзінің мағынасы қандай? Жарайсың. Егер сенің де жауабың осындай болса, онда сен бірінші алтын теңгеңді ұтып алдың. Жеңісіңмен құттықтаймын. Екінші қадам. Ұстазы жігіттің бай екенін қалай дәлелдеді? Жарайсың. Сен тағы да дұрыс жауап беріп, өз ұпайыңды жинадың. Үшінші, жігіттің өз сөзімен айтқанда ел қатарлы баюына не кедергі болып жүр деп ойлайсың? Жарайсың. Сен тағы да дұрыс жауап беріп, өз ұпайыңды жинадың. Төртінші, жігітті шошытып жіберген қандай сұрақ? Жарайсың. Сен тағы да дұрыс жауап беріп, өз ұпайыңды жинадың. Бесінші, мәтіндегі негізгі ой қандай? Жарайсың. Сен тағы да дұрыс жауап беріп, өз ұпайыңды жинадың. Балақай, мінекей, Әлидің де тапсырмаларын дұрыс орындап, алтын теңгелер ұтып алдың. Бұл ақшаны қалай жинадың? Дұрыс, адал жолмен, таза біліммен, еңбекпен жинадың. Өмірде әрқашан өзіңнің ізің болсын, балақай. Бір бала әкесімен көшеде келе жатты. Ол жол жиегіндегі жемқорлық деген жазуды көрді. Әкесінен: «Әке, жемқорлық деген не?» деп сұрады. Әкесі оған былай түсіндірді. Мысалы, бір ақшасы көп аға машина алды дейік. Ол енді машинаның жүргізетін жүргізуші куәлігін алуы керек. Куәлікті алу үшін жол ережелерін жаттап, сынақ тапсыру керек. Әлгі аға тезірек куәлік алғысы келді, ал жол ережелерін кейін жаттаймын деп ойлады. Ол куәлікті сынақ тапсырмай алу үшін ақшаға сатып алғысы келді. Куәлікті беретін адам келісті дейік, мұны пара дейді. Машинасы бар аға көлігіне отырды және жүргізе бастады. Ол жол ережесін білмегендіктен көшеде сасқалақтады. Машинасын соғып алды. Бұл кезде одан адамдар да зардап шегуі мүмкін. Міне, еңбексіз ақша жұмсауды жемқорлық дейді. Егер адал жолмен сынақ тапсырып куәлігін алғанда, мұндай оқиға болмас еді. Әке, түсіндім. Жемқорлық қылмыс қой сонда. Одан аулақ болу керек екен. Солай балам, жемқорлыққа қарсы күресуді кішкентай кезіңнен баста. Адал бол, артық ақшаларыңды өзгеге көмектесуге жұмса. Енді Мерейдің тапсырмасына оралайық. Біз оған жауап беруге дайынбыз. Адам үшін ең басты байлық не? Әрине, ол оның денсаулығы. Оны ешбір ақшаға сатып ала алмайсың. Сондықтан жас кезіңнен бастап өз денсаулығыңды шынықтырып, адал еңбек ет. Балақай, саған Әли денсаулықты күту туралы 3 кеңес ұсынады. Тыңдап көр. Бірінші, таңертең таңғы жаттығулар жасап жүруге әдеттен. Екінші кеңес, көбірек жаяу жүруге тырыс. Үшінші кеңес, әрқашан күлімдеп, көңілді жүр. Сонда сен денсаулығы мықты азамат болып өсесің. Ал мен саған бүгінгі сабаққа жақсы қатысқаның үшін рахмет айтамын. Үйге байлық әңгімесінің мазмұнын айтуды тапсырамын. Өз біліміңді орнымен қолдана алатын ақылды, рухани бай, адал азамат болып өсе беруіңе тілектеспін. Келесі кездескенше сау